Нұрқазы бабамыз Ақсәулі болысының аға болысы болған, ақырғы деректерде Лепсі оязының жаңағы басшысы болған айтылады. Енді бұл кісінің өмір сүрген уақыты 1860 жыл туған деп есептейді. 1900 жылдар қайтыс болған бұл кісі. Мына көне зират 1902 жылы салынған. Аға болыс болып жүрген кезінде Райып бабамыз ол қиын заман болған. Орыс басқыншылар қазақ жерін жаулаған. Соған қарамастан Райып бабамыз елдің жыртысын жыртқан, елдің мүддесін ойлаған. Мына құлдықтан, күңдіктен құтқаруды, халқының шараларын жасауға тырысқан. Сол жағдайды жасай жүре жаңағы үлкен зардаптарға, үлкен жаңағы қақтығыстарға тап болған бұл. Бүгінгі таңда бұл кісінің мазары қазір құлаудың азақ алдында тұр. Енді осы мазарды сақтап қалу керек. Бұл тарихи орын. Бұл кісі қазақ халқына деген еңбек сіңген тұлға ретінде бұны сақтап қалмасқа болмайды. Бабамыздың еңбегі өте зор. Бұны келешекке жас ұрпақ білу керек. Олар мағлұмат алу керек.
Thank